Балабыз бе? Бұл жерде сіздердің ойыртыға тапшыра тұрған сұрауларға жоқ. Бұл практика жүзінде өзінің жиынтығы бар. Мұны оқып, дайынданған балдарымыз Құдайға шүкір бүгінгі күнде өте жақсы бір жоғарғы оқу жайларда оқиды. Ақырғы жылдары тұрған болса, 200 бала ойыртыдан мына кең жоғарғы балдар қалды. Бұл бір. Екіншіден кітептің авторы, таныстырып кетейін, Марлен деген жігіт. Бұл кітептің артында чоң еңбек бар. Өзім 218 балға жеткем. Бирок бұл сіздер үшін аябай жақсы мүмкіншілік. Кітап ақысыз берілген ататта. Бұл кітап басында 500 сомға шығып қалады. Жөн алсақчы. Сіздерге бұл жардам болсын деп. Емин ағай атайын. Сіздерді танып алса дағы, көріңіздер келіп тұрып, жанынан сіздерге қайдыгер мамиле қылбастан сіздердің келешегіңіздерді ойлап, ертең мектепті бүтіп барып тұрып, Россияға же башқа жаққа черный рабочий болып тұрып, иштеп, жүнтіп күн көрбөсүн деп, көріңіздер сіздердің келешегіңіздерді ойлап, ошону қам көріп, мүмкіншіліктерді түзіп берді. Сіздерге балық жегенді үйреткен жоқ, балық қармағанды үйреткісі келді.